Кезекті түлектерлегін дайындап шығарған Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің кәсіптік техникалық колледжі жаңа талапкерлерді қабылдайды. Оқу орны тамақтандыруды ұйымдастыру, тігін өндірісі және киімді үлгілеу, дәнекерлеу ісі, электр жабдықтары, шаштараз өнері, жол құрылыс машиналары, токарлық іс, машиналар мен жабдықтарды пайдалану, автокөлік жөндеу және басқа да мамандықтар бойынша білім береді. Заман талабына сай жабдықталған материалдық техникалық базасы бар. Колледж оқу корпусы, өндірістік шеберханалар мен оқу полигондары, интерактивті құрылғылар, автоматтандырылған жүйелер және зертханамен қамтылған. Сондай-ақ өндірістік асхана, спорт пен жаттығу залы, бассейн мен кітапхана, медиатека мен музыкалық студиясы бар. Әріптестік және халықаралық байланыс. Колледж басшылығы бұл бағытқа да ерекше мән береді. Атап айтқанда, оқытушылық құрам өз мамандығы бойынша отандық, сондай-ақ Англия, Малайзия, Ресей, Белоруссия, Түркия елдерінің өндіріс орындарында біліктілік арттыру курстарынан өтеді. Осының арқасында оқу үрдісі заман талабына сай жаңа әдіс және технологиялармен толықтырылып отырады. Іріктелініп алған 180 колледждің қатарында жас маман жобасын жүзеге асыруда. Астана Моторс, электровоз құрастыру зауыты, электротехникалық завод, Базис А, Риксас, тағы басқа таныстыруды қажет етпейтін. Осындай мекемелер колледж түлектерін өзіне жұмысқа алуға әзір. Оқу орны елордадағы 70-ден аса ұйыммен тиісті келісім шарт жасасқан. Студенттер оқу бітірмей тұрып-ақ, болашақ жұмыс орнында тәжірибеден өтеді. Оқуға кімдер қабылданады? Колледжге 9 және 11 сыныптан кейін құжат тапсыра аласыз. Қабылдау талапкердің мектептегі профильді пәндерден алған бағасына және қабылдау комиссиясымен әңгімелесу қорытындысы бойынша жүргізіледі. Барлық мамандық бойынша қазақ және орыс топтары бар. Оқу тегін әрі шәкіртақы беріледі. Шалғай жерден келгендер үшін жатақханада қарастырылған. Біздің мекен жайымыз Нұр-Сұлтан қаласы, Қорғалжын тас жолы 22. Барлық сұрақтар бойынша төменде көрсетілген телефон номерлері және әлеуметтік желі мен ресми сайттан жауап алуларыңызға болады.